Қазақстанда әлеуметтік қоры құрылмайды. Смайылов себебін түсіндірді. Бұл туралы информбюро хабарлады. Әлеумет қоры ата-аналардың жауапкершілігін төмендетеді, деді премьер-министр. Үкімет басшысы Әлихан Смайыловтың мәжіліс депутаттарының сауалына берген жауабынан Қазақстанда мемлекеттік әлеуметтік қоры құрылмайтын белгілі болды. Бұл бастама бұған дейін де бірнеше мәрте көтерілген, алайда ешбірінде қолдау таппады. Әлихан Смайыловтың түсіндіруінше, әлем елдерінде мемлекеттік әлеуметтік қорын құру тәжірибесі бар. Олардың қызметі әртүрлі болғанмен бәрінде ортақ мақсат біреу. Ол, ата-анасы әлеуметтік міндеттерін орындаудан жалтарып жүрген балаларға қаржылық қолдау көрсету. Мұндай қорлар борышкер ата-аналардан өндірілген қаражатпен бюджет есебінен жұмыс істейді. Қазақстанда әлеуметтік қорын құру туралы бастама бірнеше рет көтеріліп, оның мүдделі өкілетті органдар қарастырды. Оның қорытындысы бойынша мұндай қор құрудың қажет емес екені туралы шешім шықты. Біріншіден, ол мемлекеттік бюджеттен айтарлықтай мол шығынды қажет етеді және екінші жағынан бұл борышкер ата-аналар мәселесін шешетіні күмәнді, делінген Әлихан Смайыловтың жауабында. Үкімет басшысы сондай-ақ мемлекеттік әлеумет қорын құру ата-аналардың баланы тәрбиелеу және бағып қағуға қатысты жауапкершілігін төмендетіп, бұл міндетті мемлекеттің мойнына артып қою қаупін тудыратынын алға айтты. Еске салайық, Қазақстан халық партиясының мәжілістегі мүшелері Қазақстан Республикасының премьер-министрінің атына депутаттық сауал жолдап, Қазақстанда мемлекеттік әлеуметтік қорын құру туралы ұсыныс жасаған болатын.